Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, қадірлі қонақтар. Сіздер тойда емес, ауыз ашарды отқан сияқтысыздар ғой, бір шапалақ ұрып жерсеңіздер, бүгінгі тойға, бүгінгі қуанышқа, бүгінгі Венераның қыз ұзату күніне, құрметті ағайындар. Венерамыз құлпырған гүл емес пе, бізден сол сарқылмайтын жыр емес пе? Именно бүгін далаға шығып қарасаң, далада жаңбыр жауып тұр емес пе? Жаңбыр деген Алланың нұры емес пе? Бабаның осы сөзі шын емес пе? Венераның ұзатылған осы күні Құдайдың нұры жауған күн емес пе деп қалай шапалақ ұрмаймыз? Рахмет. Неге екенін білмеймін, осындай бір күшті бастағым келіп тұр да. Енді құрметті ағайындар, қадірлі қонақтар, бәріміз құдаларды орнынан тұрғызып жібердік та, өзіміз отырып алып, тамақты сойып жатырмыз да, ол дұрыс емес негізі. Это вообще неправильно. Бәріміз орнымыздан тұрып, мына жаққа жиналайық, коридорға оператор бала айналайын, жол берсін үлкен кісілер. Келіңіздерші, ортаға шақырамыз, той басталды. Коридор құрамыз, құрметті ағайындар. Ар жақтағылар, бері жақындаңыздар, бері келіңіз. Ата, аға, апа, қайдасыз? Келеміз. Давай, давай. Нина Петровна, давай. Өйде. Қазақтың жалындаған жастарымыз, әрқашан ашық болсын аспанымыз. Мне өзі ашат. Мен тұрғызамай айтсам, мобильный группа сияқты қап-қара киініп алып, адам зәресін алып, құдалар ан жақта отырды ғой басында, тамақ жеп отыр, өзі қатал организатор, бүгінгі тойға алып алған режиссер екен да, Астанада жақта келіп та құдаларға тұрындар дейді, шошып кетті олар. Біз бестөбе онда үйренбегенбіз, не болды деп, той маған қарайды бар жа, не болды дештік мен. Білмеймін, араларында мобильный группадан біреу бар екен, бәрін шығарып беріп жатыр деп оларды шығарып жібердік. Мына той қазір қалай басталады? Пускай Венераның күйеу баланың өмірі солай жалғасын. Мен кетіп қалайын, заново кірейін и мынау залды жарайықшы бестөбе кәнекей. Ал, не слышу, где? Ассалаумағалейкум. Қазақ елі асқарлы, тұлпар езіп тастарлы, сұңқар кезіп аспанды жиналыпты барлығы. Кәрі менен жастары, аталар бер ақ бата, әжелер ай жақсәнді. Осы тойға ортақ боп, қостық міне бастарды, сойғызып жылқы қошқарды, ұсынып алға астәмді. Арғын елдің баласы, Әлібектей асаба, тойларыңды бастады. Осы кешке шақырды, ағайын туыс достарды. Олай болса ағайын, дуылдатып аспанды, шуылдатып жастарды. Таяқ жерге тасталды, бүгінгі той басталды. Бүгінгі той, бүгінгі той, бүгінгі той басталды. Вообще, мына бестөбенің шапалағы вот бөлек бар ғой. Шын айтайын, басқа жақтар олай ұрмайды. Вот сіздерде вот все равно бір как будто бір білмеймін, адам той десе бестөбенің настроениесі всегда күшті. Бір шахтадан жаңа шыққан сияқты бір ух ты деп бір сөйтіп тұрады. Вот мынандай шапалақ вот десе, какой привет, такой ответ. Мә! Вообще молодцы, сіздер бар ғой. Бір карантин деген, бір акиматтан қорқу деген, вообще страх жоқ екен ғой бестөбеде. Мен басқа жақтарда тойлар өтіп жүр технично жаңағындай, но бір 60 адам, 70 адам жаңағындай. Өткенде той иелері звондайды маған, осы бестөбенікілер. Той болады, қанша адам? Ой, что-то вообще мало, бір 250 адам ғана болайын деп тұр дейді. Мен доғытышты деп сіздерге қарап сөйтсе өзі жердің астына кіріп, уже әруақтан қорықпайтын адамдар уже милициядан да қорықпайды екен, мен түсініп алғаным. Той құтты болсын, аз келейік, көп келейік, ең бастысы ағайындар, екі бала бақытты болсын. Жаңа сіздерге қарағанда ресторандарыңыздың алдын жауып тастапсыздар, ештеңе білінбейді.
көрінбейді ғой вообще. Кән адамдарға бүйтіп сыртынан тойға келген адамдарға вообще түрлеріміз қызық. Ресторанда айналып бір тойда емес, бір неде Меккеде Қағбаның қасында жүрген сияқты бүйтіп айналып, мына жерден есігін таба алмай, тесігін таба алмай әйтеуір келдік осы жерге, құрметті ағайындар. Сіздерге біз Көкшетау қаласынан кеп тұрмыз, қызмет көрсетуге. Есім Әлібек Серғалиев, ауылымдағы 60 шал мен 70 кемпірдің сәлемін қабыл алыңыздар, сіздерге жолдап енді бәріміз түгел Қазақстан қазір ресторанның артынан кіріп үйреніп қалдық апа. Солай болды енді. Не істейміз? Біздің Көкшетауда 3 новый ресторан салынып жатыр. Алдын вообще бычыт қып саватыр. Бірақ арт жағын мощный қып саватыр енді. Керемет қып жаңағындай жарқыратып. Енді қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, той иесі қайда? Венераның мамасы. Ой, бірдей өлек киіп ап бәріңіз. Мен шатасып жүрім ғой, бәзе ойлайым. 3 разный адам, 3-ші қайда жаңа жүрген? 3 ковбоя, где наш? Үшеуін қатар тұрындаш. Что? В общем, бутикқа кірген ғой. Екеу алсаң 3-шін бесплатно деген ғой. Сонан скидкаменен шуа киініп апты, құлпырып. Құтты болсын. Еще прям аппақ кәдімгі бар ғой. Степногордың бір больницасының коллективі тұрған сияқты менің алдымда бар ғой, как будто. Дұрыс, құтты болсын. Ойнап жатырмын, апа, той сіздікі ғой жаңағында. Өзі қайсы қызыңыз екенін білмейсіз. Өзіңіз бір ұзатылып жатқан қыз сияқтысыз ғой. Еще прическасын істеп қойған, бүйтіп алып. Тойға мотоциклмен келген сияқтысыз ғой, апа. Балаларыңыз бақытты болсын. Бүгін расында да бір жүк түсейін деп тұр ғой. Құдай берген өзі 3 қызды тәрбиелеп өсірген адам жұмаққа кіреді дейді жаңағындай. Міне Алла қаласа Венераны да ұзатып бір жеңілдеп, сондай бір арқадан бір аманат түседі. Ол да бір үлкен қуаныш, үлкен той. Бірақ қыз ұзатып жатыр. Бүгін аспанның өзі жылап күркіреп жатыр ғой. Сол жетеді. Қыз ұзатып жатыр деп босап бір сондай болады. Жылап, мұрнынан шарик шығарып, не надо бүгін ондай вообще болмасын. Ойнап, күліп тойды солай өткізейік. Дұрыс па? Дұрыс па? Все, бір шапалақ ұрып қояқ. Сіз апа, ана жаққа барсыз, қазір күйеу бала келгенде бірінші сізді дейді. Шуының қаз сатасы әбір жыққа қалмасын, қайсы еді енем деп. Осы жерде төрде тұрыңыз. Екеуін байларын қасына барыңдар. Енді қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, бүгін 200-ден артық адамды расында да шақырыпты бүгінгі тойға. Представьте енді. Қазір өз бас құданың абыройынан көрі маскадағының абырой биік болған заман ғой. Түшкіргендерден, түңіліп жөтелгендерден, қашып жүрген милициядан тығылып тойхананың артқы есігін ашып жүрген құрметті бестөбеліктер, ең бастысы балдарыңыз бақытты болсын. Бұрын тойдың қайтқанын күтуші едік, қазір бәріміз тойдың айтқанын күтетін болдық қой. Кәрінің аузына қарайтын қазақ кәрістің аузына қарап қалады деп кім ойлаған? Енді амал қанша министр ауысып жатыр, ауысқан құрлы қаншып жатыр, бірақ бестөбе оған қарамай, бестөбесіменен құда болып, бір-біріменен қауышып жатыр, бір-біріменен табысып жатыр. Сондықтан осы күнімізге шүкір дейік, 2 рет вакцина алмасақ та 2 жастың тойына 2 дүниенің бақытын тілектеп келген екенбіз. Алатын ақшасын алып тастаған, той иесін сауып тастаған, жұрттың бәрін кіргізіп ап, есікті сыртынан жауып тастаған, тойхана дейтін түрмеге 4 сағат отырып шығуға қош келдіңіздер, құрметті ағайындар. Я хочу, чтобы вот все тост говорили. Вот честно, вот мен ондай тамада емеспін, айтпа. Бірақ, оказывается, коронавирус через микрофон жаман жұғады екен ғой, құрметті ағайындар. Представьте, мысалға бір деді болды ғой сонымен шаруа. Сол үшін өз-өзімізді сақтау үшін с целях безопасности 30-40 адам тостқа шығады, бәрі сөйлемей, шақ адамы ғана сөйлеу керек. Осыған келсек, апа, скандал шығармайық соңыра ренжіп. Міне 3 адам, ең алыстан келген біреу сөйлесін, ең әдемі көйлек киіп келген біреу сөйлесін. И уже біраз жасқа кеп баған, кому уже терять нечего, вот сол сөйлесін, все, болды. Қалғандарымыз сөйлемейміз. Келістік па осыған? Все, шапалақтағыда. Сөндірші. Ана әжелер түсінбеді, шошандаған тамадан қайдан тауып алды деп. Апа, просто құртым бар менің. Құртым бар, сол құртымды жақсы көретін бестөбе сияқты жұртым бар деп қойықшы. Рахмет. Ал жарайды, енді ортаға тойдың төріне арнайы бұл жігіттер мен қыздарды Астанадан шақырған екен, құтаң күтуді көрсетеміз деп, театрализованы күйеу баланы қарсы аламыз деп. Олай болса қарсы алыңыздар, арнайы рәсімдерге тамаша той бастар ұжымын шақырамыз. Нұр-Сұлтан қаласынан келіп отырған актерлар.